тахиятты оқыған кезде сұқ саусақты көтеру бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Ибн Омардан жеткен хадисте пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, мен пайғамбарымыз намаз оқып жатқан кезде ол кісінің ат-тахиятта отырған кезде екі қолын тізесінің үстіне қойып, санның үстіне қойып, оң қолын жұмып, сосын барып қолын бір саусағын, яғни сұқ саусағын көтергенін көрдім дейді. Бұл ат-тахияттағы саусақ көтеру үрдісі пайғамбарымыздың сүннет амалы. Енді біздің ханафи мазхабында бұл нәрсе былай жасалады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның көрсеткен үлгісі ретінде ат-тахиятты оқыған кезде ашхаду ан ла илаха деген кезде, ла илаха деген кезде, яғни алладан басқа тәңір жоқ деген кезде, міне осыны саусақ көтеріледі. Иллалла деген кезде қайттан саусақ бүгіледі. Ал енді осы кезде сұқ саусақ көтерілген кезде қалған саусақтың барлығы бүгілу керек. Яғни сұқ саусақ көтеріледі, қалғанның барлығы бүгіледі. Бұл осы көтерілу, саусақтың көтерілуі, ла илаха деген кезде көтеріліп тұру, бұл алладан басқа тәңір жоқ дегенді қуаттайтын бір белгі. Сондықтан бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Енді намаздың ішінде тұрып әрқашанда қозғалып тұру, немесе ат-тахияттан бастап сәлем бергенге дейін тоқтатпай көтеріп тұру, бұл сүннет емес, бұл сүннетке жатпайды. Пайғамбарымыз бір-ақ рет көтерген, сонда да ла илаха деген кезде, ашхаду ан ла илаха деген кезде көтеріледі да, иллалла деген кезде қайттан орнына келіп қойылады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам сүннетінде Ибн Омар айтады, сол қолы сол күйінде қалатын еді дейді ат-тахияттың үстінде.